Негізі жалпы адам өмірде жеркеншек болмау керек екен. Қанша сен брезгливый, жеркеншек, болмайтын нәрсені көңіліңе алып, сондай болсаң, Құдай сені одан самайын қинай ма, бір нәрсе сияқты ше. Мамам мен өте жеркеншек тұғын. Элементарно су ішіп отырса, мысалы, судың жартысын ішіп жартысы қалады ғой. Обязательно оның бетін жауып қояды. Сондай бір көп дүниелері бар тұғын. Жеркеншек болмау керек. Кеше ауырған кезде өте бір жеркенетін дүниелер өте көп болды. Мен сөйтіп ойлаймын. Одан екінші байқағаным, біреудің қолына қаратпа деп айтпау керек. Айтқан сайын Құдай оның сенің көкірегіңе керіліп қалған. Мен адамның алдында мені төмендетпе деген сияқты Құдайдан тілейсің да, Құдай наоборот саған одан самайын не дейді, көкірек болмаңдар дейді осы Құран аяттарында. Сол сияқты да алтта барып маман біздің қолымызға қаратып қойды. Негізі өйтіп те айтпау керек, негізі өмірде. Алла қинамай ал деу керек болды. Остальной комментарий не надо. Қазір мамам жансақтау бөлімінде жатыр. Кешке түсті. Жағдай өте нашар, қиын. Шегін ұйықтамаған. Тұрмыс кетіп қалған. Алла сабыр берсін. Көңіліңде қимайды. Бір жағынан қиналмасын да дейсің. Енді туысқандар айтады, врачтар айтады, дайындалыңдар дейді. Үлкен әулеттің үлкендеріне айтып дайындаңдар дейді. Мен врач айтты, бүгін дайындалыңдар деді. Үйге алып кетесің ба, не қыласың деді. Әлде жата берсін ба осында деді. Мамам өте қатты қиналып отыр да, мен айтқанмын ғой. Жата берсін осында. Осы жақтан кете берсін деп. Өйтсем әулеттің үлкендері жоқ, үйге алып келейік. Үйден шықсын жаны дейді. Ал үйде бізде кислород жоқ, обезболивающий жоқ, оған ешқандай условия жоқ. Осы мамамның жанын қинап, оны әуре қылып транспортировка болады, ол үйге апарамыз. Одан бері қарай қайттан енді еш нәрсе айта алмаймын ше. Адамдар сөйтіп екіге бөлінеді, сондай нюанстарда көп кездеседі екен бұндай жағдайда. Сол қыз ақтық алу керек екен. Ақтығымды алып қойып, дайындалып отырмын. Кім ойлаған бүйтіп ақтық алып, дайындалып отырамын деп. Шаман қиналып отырғандар ше. Бір жағынан қош жаны қиналмай кетсе кете берсін дейсің. Бір жағынан балалық махаббатпен анашылды қимайсың ше.